мамам өмірден озған, кейін ағамменен араласпаймыз, өзі келмей үйге деп жазып жіберіпті. Ішімнен уайымдап ойлаймын да жүремін, не істеп қойдым деп бәрі айтады. Араласқысы келмесе ойлап уайымдама, өзі білсін дейді. Ағаңызбен енді жақсы сөз сөйлесіп көріңіз, ортаға адамдар салып, бір қалыс адамдар, нейтральный адамдар, егер олар барып сөйлесейін, ортаны жарастырайын десе, онда жақсы нәрсе. Егер жоқ, араласпайтын болса, онда адамды зорлап барып, абелдің төгіп естімеген сөзді естудің қажеті жоқ. Сыртынан жақсы көріп дұға қылып жүре бересің. Солай, мынау қалай десем болады, өзіңіздің әр адамның бір құрметі, құны болады. Мен жалғыз басты анамын дейді. Балам 5-те. Мама, почему нет папы дейді. Кеше хоккейде раздевалкада тұрсам, басқа папаларға қарап, мама, почему нет папы деді. Жүрегіме тиді. Қалай айтсам болады? Түсіндіріп, ол жұмыста деп. Ол жұмыста емесқа неге өтірік айтасың сен? Бұл кейбір мәселелерге өтірік айтудың қажеті жоқ, үндемей ақ қою керек жаным. Үндемей ақ қою керек. Мұндай моментте сөзді басқа қайдан. 5 жастағы балаға түсіндіре алмайсың. Оның өтірік айтудың да керегі жоқ, үндемей ақ қойсаң, ол жеңілірек болады. Сіз тұрып баста, он на работе, десе ол қашан келеді дейді, он на вахте деп, не керегі бар балаға. Балаға кейде үндемей ақ қойған жақсырақ болады. Вот оставь сол күйінде. Бала өз подрастет, өз түсінеді. Енді баланың осы күйін ойлайды екенсіздер, басқа елдерге. Балаңыздың болашағын ойлайды екенсіздер, ажыраспаңыз. Күйім сөйлеп қойды, енем сөйлеп қойды деп, ақыры сіз осылай оқиға сізді де күтіп тұр. Сондықтан мүмкіншілік болса, өзіңіздің эгоизміңізді қоя бермей күйеуге, кейде эгоизмді тартып, баланың болашағы үшін кейде тілді жұту керек болады. Бір бақытқа, жақсылыққа жету үшін бір нәрсені жертвовать ету керек. Ол сенің эгоизмің болу керек. Сонда бақытқа жетесіз. Эгоизмда менің ешкімді сөйлетпеймін, мен ешкімді алдыма шығармайын десең, өмір өзі шығартады, өмір өзі иілдеді, өмір өзі біреуге тәуелді қылады. Сондықтан ол кезде уже поздно болады, түсінгеннен. Сондықтан әлде жаста мынау біреу айтып тұрған кезде тыңдаңыздар, жаман нәрсе айтпаймыз. Бұл кейінгілерге айтып отырмын. Енді сіз балаңызға үндемей қойыңыз. Нұрлан имам, ассалаумағалейкум. Жүрегімде әрдайым қорқыныш бар. Таңда кешке әрдайым қорқынышқа кезгемін. Осы қорқынышты жүрегімнен қалай алып тастасам болады? Енді әртүрлі жолдар айтылады, бірақ соның ішіне ең тиімдісі, ең дұрысы Иная деген кітапта да айтылады бұл нәрсе. Жалпы адамның жүрегіндегі ең бірінші қорқынышты кім сезген? Адам ата сезген. Адам ата жәннеттен түсіп, осы жер бетіне түсірілген уақытысы толық қараңғыда түскен дейді. Бір шам жоқ, айдың жарығы жоқ, қараңғыда түсіп, әбден жүрегінде қорқыныш, үрей басып, бұл өмір деген қиын екен, жер беті деген, жер бетіндегі осы не деген қараңғылық бұл деп, әбден қиналып жүрегін үрей алған кезде, бұл таң намаз, таң ата бастайды. Сол кезде шүкір етіп, екі бас намаз оқиды. Біреуі түннің кеткеніне, екіншісі таңның келгеніне. Сол күннен бастап пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи үмбетіне екі бас таң намаз оқу парызы міндет болды деп айтылады. Сондықтан осыдан шықты, адам егер кімде-кімнің жүрегінде қорқыныш болса, үрей болса, бұл таң намазды қалтырмасын. Таң намаз оқыған адамның жүрегі сөзсіз тыныш болады, және таңғы кешкі зікір дұғаларды айта жүріңіз. Қызым 15 жаста, 6-7 жыл болды, қаттырақ сөз айтсақ әжетханаға қора қопсықта тығылып қалады. Қараңғыдан да қорықпайды. Жын кіріп кеткен жоқ па екен деп қорқамын. Бұл жақсы емес. Туалетке қараңғыға қорыққан балаға кішкене алып шығу керек. Оның бір оқитын дұғалары бар. Апарыңыз, мешіттегілер біледі. Күйеуім жиі ішетін шығарды. Ол ішсе менің қатты жыным келеді. Өз ашуымды өзім баса алмай қаламын. Сол үшін екеуміз қатты ренжісіп қалып жүрміз. 3 қызым бар, олар өсіп келе жатыр, бәрін көріп өседі. Іште қандай травма бар сол қыздарда. Бұл екеуі
мейлі ол ақымақ болып ішіп кетті қарындасым. Енді сен жының келді деп балалардан өшіңді алып, байыңнан өшіңді алып, айғайлап, саяқ сындырып, шыңғырып, оны ұрып, боқтап, қарғап, осының бәрі осы мен қазір айтып қиналып отырмын. Сен соның ішінде өмір сүріп жатсың. Енді соны көрген бала қала қиналып жатыр, айтшы. Сондықтан енді ол ақымақ болса, сен ақымақ болмалтының. Сен оны көріп тұрсың, ұрысқанда мас адаммен адам сауласа ма, мас адаммен адам ұрса ма жаным, оны Алланың еркілігіне қойып қойғаның жақсы. Күйеу мен сынақтар қатарынан көбейіп кетті. Не істеуге болады? Дұға қылуыңыз керек. Күйеуіңіздің көңілін табуыңыз керек. Кейде еркек түйе мінеді, кейде еркек жаяу жүреді. Түйе мініп жағдай жақсы болғанда жәнде айналып ел деген көп жүреді. Сонда ақмақ болса да данасың, сен бәрін білетін баласың. Содан кейін иығыңа шапан жабат, балаңды көтеріп ойнатат, барлығын жасайды, білмесең де данасың. Ал енді түйеден түскен күні жалғыз өзің отырған орында топас болып қаласың дейді бір ауыз сөз. Сондықтан еркек сондай сынақтар көп келген кезде қасындағы әйелі жәрдемші болып, қолдаушы болып, тілекші болып, қорғаушы болып, панашыл болып, адал болып соның қызметін алуы бұл үлкен дүние болады. Яғни ауыртпашылықты еркектен бөлісу. Еркек барлық нәрседе осындай сәл қиналған кезде қасында болған жарын ешқашан ұмытпайды. Одан кейін жағдайы көтеріліп, абыройы көтеріліп, мансабы көтеріліп, ақша көбейгенде, сол кешегі бәтіңкең жыртық болған кезде қатынды еркек сен де ұмытпау керексің. Басқа қатын іздемей. Қайын ағам қайтыс болып, біздің үйдің шығарды жаназасын, содан бері ұйқым тыныш емес дейді. Сен проблема шығарасың. Осы сөзің ана күйеуің айта берсең, күйеуің жынданады да, содан кейін екеуің төбелесіп, ол туысқандарын айтып, сонымен келіндер жақтырмай, осы істеген жақсылығың бір түкке тұрмайтын жақсылық. Ол даладан да шығатын еді, сен үйіңнен шығып, жаназасы шықпай қалмайтын еді, көшеден шықса да шығатын еді. Бірақ сен істеген үйіңді беріп сонда жасағаның, туысқан бауырың, ол сенің де үйің емес қой, ол күйеуіңдікі. Күйеуіңнің авторитетін көтергенің саған абырой. Ал енді шығып деді, ойбай, аруағы келіп тұрғандай, полтергейст елестеп тұрғандай деген нәрсе болатын болса, ағуду биллахи минаш шайтанир ражим деп, қул ағуду бираббил фалақ, қул ағуду бираббин нас тоқсан бәрі басылады алтын. Сағыз шайнаудың үкімі қандай дейді. Сағыз шайнау жақсы ғой, егер тамақтан кейін дұрыс үйде өзің шайнасаң. Бірақ жиналыста, кеше бір жиналысқа бардым. Бір үлкен ақсақал, үлкен болатын шаймаң етеді, өте ебегей көрінеді. Бұлай енді нормально сияқты, мүмкін батыста ол норма шығар енді. Бірақ біздің мәдениетімізге, культурамызға, үлкен кісі деген атқа өте ебегей көрінеді, жаман көрінеді. Әсіресе анау жағы дұрыс емес, одан кейін аузына протезі бар, шаймаң еткен өте әдепсіздік, бейәдеп нәрсе. Өзі әдеп, біз өзі мына 30 күн оразада әдеп төңірегінде көп айттым ғой. Сол әдепке көп мән беруіміз керек. Ислам деген ол әдеп. Ислам деген ол бір жол, ислам деген дін деген ол бір қағида, адам өмір сүрудің, сол культура деген сөз. Сол культура біздің елде болу керек. Балаларыңызды өте тәрбиелі қылыңыздар. Ертең мүмкін бір елмен құда болады, біреуге күйеу бала болады, біреуге келін болады. Сол кезде жаңағы шаймаң етсе, немесе тамақты сораптап ішсе, қолын жумай ішсе, бұл әдепсіздік болады. Сондықтан бұл осы жақсы табиғатқа, жақсы бір әдепке балаларыңызды үйретіңіздер. Қолын жаламауды, елдің алдында сіңбірінбеуді, жаңағы вилка қасықты дұрыс ұстауды, оң қолмен жеуді, маңайға қарап отыруды, біреудің алдына үзіліп қарамауды, шаймаңдағанда сораптап ішпеуді, кейбіреулер ішкен кезде анау водовоз ішкенде түйе ішкендей деп ішеді, өте бір әдепсіздік нәрсе. Даусын шығармай ішуді бұл культураға жатады. Нағыз мұсылман культурасы сол. Сол нәрсені үйретіңіздер қыздарыңызға. Ертең жарайды, сізден сөз естісе, ештеңе емес, айдалада біреуден сөз естісе, тәрбие көрмеген екен деп. Тірі болсаң, сөз құлағыңа жетеді. О дүниеде болсаң, айналып түсесің жатқан жеріңде. Баласына тәрбие бермеген екен деп. Өте жаман. Сондықтан осы өмір осындай нәрселерден құралады. Ол сенің күшті хадис айтқаның не қылайын? Салақ-салағың қап-қара кір, қолың бәрі күс-күс, аузың бәрі сасық иіс шығып, ішкен әдебің жоқ, тәртібің жоқ. Біз интернетте бір уағыз айтқан біреу жүр. Чай ішіп өтіп уағыз айтады. Ананың ішкеніне қарап, уағыз қалды жайында. Ананың ішкені шошқадан ары. Шошқа өйтіп ішпейді. Ұят емес, өзің аузына уағыз айтып отырсың. Сөйтіп іше ме адам деген? Сондықтан әр нәрсенің өзінің бір тәртібі, әдебі болады.
мұсылмандық ол әдеп. Иманнан кейінгі тұратын нәрсе ол әдеп. Марқұмды жуындырған кезде арқасында нүкте дақтары бар, үлкен көгерген жолақ болды. Өлерім бір күн бұрын ондай ештеңе болмаған еді. Бұл не болуы мүмкін дейді. Бұл қан тамыр, қан жүрмей қалады. Бойыңда қан жүрген кезде, жан тоқтағанда жүректің соғуы тоқтап, әлсіреп, сол қан жүрмей қалады, сол үйіп қалады. Абай атаңызда, бабаларымызда өлсең боқтан сасық боласың деген сол. Қаның жүгіріп, тұрып, бүйтіп тұрған түрің солып бейіп, басқа адам айланып кетесің. Даже атыңды айтпайды. Мысалы айтайық, атың Нұрлан болса, Нұрлан деп айтпайды. Үйден сүйекті алып шығыңдар дейді. Бұл сүйек болып қаласың. Мәйіт дейді немесе. Сондықтан айналайын. Біріншіден, өлген адамның ондай нәрсесін айтпайды. Екіншіден, адам қан жүрмей қалады. Лежачий, ол тұрмақ, өлмеген тұрмақ, адам жата берсе, үйіп қалады. Қан жүрмей қалады, қан жүру қиындайды. Мысалы, сен бүйтіп жатқан кезде, мына жерің бәрі бүйтіп қалған, есіңде ма? Құлағыңды бүйтіп жатып ұйықтасаң, ертең құлағыңды бүйте алмай қалсаң, ауырады, есіңде ма? Сол қан жүрмегеннің арқасы. Қолыңды бүйтіп ұстап, қатты қысып тұрсаң, қып-қызыл болып тұрып, ең соңында көгеріп кетеді. Мысалы, саусағыңды қысып алсаң, мынау тырнақтың асты қарайып кетеді. Неге? Қан жүрмегендіктен. Капиллярлардың жарылады. Адамның давлениесі қатты көтерілгенде қан тамыр жарылады, мида кішкене ғана жарылған қан аға бермейді, әшейін түйін болады да, рубец болып қалады, үйіп қалады. Сол үйған нәрсені инсульт дейді. Жүректе болса инфаркт деп айтады. Қан тамырда жүрмегеннен тромб болады. Сол тромбтар жүрмей, қан жүремей болып көрініп қалады. Ол значит адамның артериясы мына теріге жақын болады. Біреудің мына биткенде қолынан тамырлар көрінеді, біреулерде көрінбейді. Көрінетінде себебі мына ет теріге жақын болады қан тамыр, біреудікі алысырақ болады. Айырмашылық сол. Содан мына жерден көрінеді, тамыр тез көрінеді, біреудікі адырайып, біреудікі көрінбейтін сол. Ол адамның өзінің индивид, әркімнің өзінің табиғаты. Сіздің қайтыс болған адамыңыздың тура арқа жағында тамыр солай болған, сол басқа немесе тамырлар бітеліп, сол қан алып келіп тұрғанда сол үйіп қалған қан жолақ. Сондықтан оған мән бермеңіз. Тырысқақ күйеу, өкпелегіш күйеу жайлы айтыңызшы, апталап тырысып жүреді, берекені алып дейді. Іштен күліп, рахат қой, құлағың тыныш болады, отыра бер. Күліп қойып, тамақ істеп жүре бер. Құлағың тыныш, бір апта рахат. Радуйся жизни. Отырып алып, миыңды жегенше үндемей жүрген жақсы. Жақсы, рахат, өріп, телефоныңды шығып, наушник киіп ал, бол, жүре бер. Тамағын пісіріп қой, барып тарайды. Еркектер сондай қазір. Сөйлемей қояды, залға барып жатып алады тұрып төсегімен. Сен қасына барып жатып ал енді. Қой, жаным, қой, кешірде болды. Егер болмай тепкілеп диваннан құлатып жіберсе, сол тепкеннен теуіп, онда бар да орнына жата бер. Бір-екі күн шыдасаң келеді. Балалардың кіндігі, тырнағы, шаштары сақталып тұр. Анализдерін жинамағының Құдайға шүкір. Бәрін жинап соң ақ болып таста олар керек жоқ. Тастаңыз, мұсырға тастаңыз. Барып, біреудің жерін қазып, біреудің жерін көміп. Негізі көму керек, в идеале, конечно, өзінің жолында. Бірақ енді қалада тұрсаңыз, подъездің бәрін қазып, есік алдын бәрі брусчатка қазатын жер таппай, қаланың шетіне шығып, сол шетіне шыққаннан басқа қалаға кіріп кетіп, олай керек жоқ. Тастағанда мұсырға. Тырнақ бөлінбейді. Баланыкі, ұлдыкі, қыздыкі, жастыкі, кейбіреу сөйтіп зәр бөлінеді, ұлдыкі, қыздыкі деп сөйтіп жүретін де бар екен, айналайын. Өзі ағит, көгит, сары бір ит, зәрдің бәрі бір зар. Не істейін деп ең, бөліп алып, шейін деп ең оны. Сондықтан тастаңыздар, оны жинауға болмайды. Ағузу биллах деп бастасам, қызым айғайлап бастайды. Аузымды жауып шыңғырады, не істеймін? Неге сен ағузу билля деп айтасың? Қайтарасың, осы бір сөз жаттап аласыңдар. Ағузу билля, бисмилля, астағфирулла. Өзі өмірде бір діннен қашық. Өткенде бір әйелді сон жаттап, астағфирулла деп. Бір құдайдама бір жерде болсам, мынаның бәрі гол үй өзі. Мынау декольтесі менен үлкен. Еңкеймес екен деп тұрдық бәріміз, аталармен. Ойбай, еңкеймес екен, столға бар еңкеймес екен. Өзімнен бәрі ашық. Қолтығына жаққан жерде перспиранты көрініп тұр. Қолын көтермес екен деп отырдық. Шаш деген жатыр. Астағфирулла, иншалла деп жатыр, бір нәрсе болса иншалла деп қойды. Ойбай, бисмилля. Бисмилля қайда, мынаның түрі қайда өзі. Бұлай екеуі ұлғаспайды да кішкене. Сол сияқты ғой.
Сондықтан ауыз билланы айтаның өзінің орны болады. Бұндай жағдайда апарыңыз ана молдаға, мешітке, баланың дем салдырып қояды болады. Түсінбейтін сөзге бала шошиды ғой, түсінбейтін сөзді. Мысалы, түсінетін қазақи сөз айтып жүрсең, түсінбейтін сөз айтсаң, мен де шошимын, не айтып жатыр, мен дуалап жатырмын деп. Баяғыда бір ағамыз анау садақа бергенде тәжікше бата қылған ғой, бір тәжік емес, лөлі дейді, дола дейді. Соған садақа берген өсе санау бір-бірінсе деп айтса, мен дуалап жатырмын, оқып жатырмын, не айтып жатыр деп. Сол сияқты. Құрбан шалу ер адамдарға парыздалған емес пе дейді. Жоқ. Әйелдерге де әйел өзі бизнес болса, жағдайы жақсы болса, өзі крутой, ақша табатын әйел болса, өзі жұмыс істейтін болса, жағдайы жақсы болса, Майкл Корстың сумочкасын алып, Коучтың табышкасын алып, Луи Виттон киіп жүрсең, онда өзің шалу керексің, өзің ақша тапсаң. Тағы не деп айтайын? Құрбан әйел шалмайды деген сөз, әйел бауыздамайды. Бірақ сен бай болсаң, битіп соя алмайсың, пышақты алып, бетіп бауыздай алмайсың, соны бауыздай алмайсың. Құрбан шалмайды деген сол. Яғни бауыздамайды. Егер өйткені сен еркек болып кетесің, қанды көре көрсең, енді қазір итак еркек сияқты болып кеткендер болып қой енді. Бірақ бәрібір әйел болып қаласың табиғатыңмен. Сондықтан сізге әйел адамға ақшасын бересің, содан кейін сен атынан бауырың, жаңа кім анау. Немесе онлайн құрбан бар, онлайн құрбанға қайырсаңыз болады. Олар өздері жауап береді Алланың алдында. Ала ма, жей ме, іше ме, жұтып қоя ма, қойдың орнына ешкі сойып жібере ме, өздері біледі. Сіз ниет қыла беріңіз.